Қайырлы күн, достар, сіздермен бірге Сәуле. Біз бүгін жұмсақ тісімізге ыңғайлы тіске басар кекс дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі 2 жұмыртқа және де осындай кружканы арнап аламыз. Бір толтырмай, бір кружка қант салып және де бір кружканы толтырып сүт құятын боламыз. Барлығын әдемілеп араластырып алып, бір кружканы толтырмай, жарты кружкада болса да осындай сұйық май құятын боламыз. Және ванилин мен разрехителді бірге ұнмен араластырып, ситадан өткізіп, араластырып алатын боламыз. Осылай ұнды салып жатқан кезде қатты сұйық болмауы қажет. Мен сияқты үйлеріңізде формочка табылмаған жағдайда осындай фольгамен пергаментный бумагіден формочка жасап аламыз. Сосын әрқайсына бір қасықтан үлкен қасықпен құйып аламыз. Бетіне вареный сгущенка салдым, кішкентай қасықпен жарты қасық. Сосын қайтадан бір қасықтан құйып шықтым. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Формочканы қалай дайындауды да видеоға салатын боламын. Сіздерге де қызық болса маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Міне әдемі жұмсақ тіске басар дайын болды. Балаларыңызға дайындап беруге кеңес беремін және де маған тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Егер де вареный сгущенка болмаған жағдайда ортасына варенье салсаңыздар да болады. Сау болыңыздар.